Мобильді қосымшалардың мүмкіндіктері. Мобильді қосымша бұл гаджеттердің функционалдылығы үшін арнайы жасалған бағдарламалық жасақтама. Бағдарламалық жасақтаманың мақсаты әртүрлі болуы мүмкін. Қызметтер, дүкендер, ойын-сауық, онлайн көмекшілер және де басқалар. Ең танымал ірі сайттар бұлар App Store, Google Play. Ең танымал операциялық жүйелер бұлар iOS, Android және Windows Phone. Бүгін біз Telegram туралы сөйлесеміз. Көптеген форматтағы хабарламалар мен медиа файлдарды бөлісуге мүмкіндік беретін жаңа мессенджер. Телеграмды қалай орнатуға және онда тіркелуге болады? desktop.telegram.org сайтына орнату файлын жүктеңіз. Windows үшін Telegram для Windows таңдаймыз. Бағдарламаны жұмыс үстеліне сақтап, орнатқаннан кейін жоюға болады. Жүктелген файлды іске қосамыз және Telegram орнатылады. Орнатылғаннан кейін Telegram терезесі ашылады. Сөйлесуді бастау, начать общение түймесін басамыз. Мұнда біз телефон нөмірімізді енгіземіз. Жалғастыру, продолжить түймесін басамыз. Және біздің телефонға келетін SMS кодын енгіземіз. Телеграмды қалай баптауға болады? Біз Telegram мәзіріне өтіп, настройки тетігін басамыз. Мұнда бағдарлама тілін өзгерте аламыз. Өйткені бізде бағдарлама тілі басқа ағылшын тілінде болуы мүмкін. Біз орыс тілін немесе осы бағдарламаны қолдануға ыңғайлы кез келген басқа тілді таңдай аламыз. Телеграмда хабарламаларды орнату, уведомление. Настройкиге кіреміз және уведомление түймесін таңдаймыз. Бұл өте маңызды сәт, өйткені хабарлама кейде жұмыста өте үлкен рөл атқаруы мүмкін. Чаттардан хабарлама, жұмыс үстеліндегі хабарламалар. Біз алып тастай аламыз, немесе қоса аламыз. Сондай-ақ, егер біз жұмыс үстеліндегі хабарламаны таңдасақ, бізге хат жіберушінің аты жөнін көре аламыз. Жіберушінің аты жөнін көрсетуге кеңес беремін. Сонымен қатар, дыбыстық эффектілері мен анимациялары бар хабарламаларды алдын ала көруге болады. Оқылмаған хабарлама есептегіштері. Дыбыссыз хабарламаларды қарастыруға болады. События, оқиғалар. Егер біз байланыс Телеграмға қосылды дегенді таңдасақ, бұл өте пайдалы хабарлама. Егер сіздің әріптесіңіз жақында Телеграмда тіркелген болса, онда сіз оны Телеграмнан оңай таба аласыз. Ол да осы мессенджерді қолдана бастады деген хабарлама сізге келеді. Экрандағы хабарландырудың орналасуын реттеуге болады. Сіз оларды экранда көргіңіз келетін хабарландырудың орнын таңдай аласыз. Хабарламалар саны, мысалы 2 немесе 4 болуы мүмкін. Оңтайлысы 3. Чат параметрлері, настройки. Біз Telegram әзіріне өтіп, настройки тетігін басамыз. Содан кейін настройки чатов, чат параметрлерін таңдаймыз. Мұнда біз чаттарымыздың параметрлерін көре аламыз. Бұл тема. Мысалы, мен оны күндізгі уақытқа өзгерткім келеді. Біздің фонымыз өзгеріп жатқанын көре аламыз. Сіз түсті немесе түнді теманы да таңдай аласыз. Мен классикалық теманы қалдырамын. Тақырыпты түнге ауыстырамын. Жүйелік параметрлерді қолданыңыз. Кейде біздің темамыз өздігінен өзгеруі ыңғайлы, және біз оны
осында автоматты түрде реттей аламыз. Біз чаттар үшін фонды таңдай аламыз. Біз кез келген фонды галереядан таңдай аламыз, немесе дайын фоны бар файлды таңдаймыз. Сондай-ақ біз стикерлер мен эмоджилерді қолдана аламыз. Бізге қажет нәрселерді таңдаймыз. Хабарламалар Enter арқылы жіберу немесе Ctrl-Enter арқылы жіберу. Біз үшін ыңғайлы нұсқаны таңдаймыз. Профильдің атын, тегін немесе суретін қалай өзгертуге болады? Біз Телеграмда аккаунт құрған кезде профильде өз атымызды дұрыс көрсетпедік делік. Оны түзеу керек. Немесе біз профилімізді толықтырып, оны өзгерткіміз келеді. Оны қалай істесек болады? Телеграм әзіріне өтіп, настройки тетігін басамыз. Профильді өзгерту дегенді таңдаймыз. Информация, ақпарат деп аталатын терезе шығады. Мұнда біз фотосуреттерді таңдап, атымызды өзгерте аламыз. Есімге кіріп, атымызды толықтырайық. Біз фамилия, тегімізді де қоса аламыз. Төменде біз тіркелген телефон нөмірін көре аламыз. Пайдаланушы атын немесе username таңдай аламыз. Әріптестер мен таныстар бізді пайдаланушы аты арқылы тез таба алады. Біз өз профилімізді толықтыра аламыз және өзіміз туралы кез келген мәліметтерді жаза аламыз. Мысалы, жасы, кәсібі немесе қай қаладамыз. Контакты, байланыстар. Телефон нөмірі арқылы Телеграмға контактіні қалай қосуға болады? Жақсы таныс адамның контактілері тізіміне қосудың ең оңай жолы телефон нөмірін енгізу. Бағдарлама мәзірінде контактілер бөліміне өтіп, контактіні қосу түймесін басыңыз. Досымыздың атын, содан кейін телефон нөмірін жазып, қосу түймені басамыз. Жалпы пайдаланушы аты арқылы контактіні қалай табуға және қосуға болады? Сіздің жеке Telegram атыңыз параметрлерде жасалады. Контактілер тізіміне кез келген Telegram пайдаланушысын қосуға болады. Ол үшін оның телефон нөмірін білу қажет емес. Ортақ пайдаланушы аты Telegram атауы арқылы сұхбаттасушыны табу немесе топтық чатта пайдаланушының профилін ашып, контактіні қосу түймесін басу жеткілікті. Телефон нөмірінсіз әңгімелесушіні қалай қосуға болатынын көрейік. Пайдаланушы әмбебап іздеу жолымен немесе контактілер арқылы табыңыз. Жаңа чат терезесі ашылады. Егер сіз хат алмасуды бастасаңыз, диалог сұхбаттасушы өзі жасаған атпен чаттар тізіміне қосылады. Бірақ бұл пайдаланушының контактілер бөліміндегі контактілер тізімінде болмайды. Және сіз оны контактілер тізімінен қоспайынша оның атын өзгерте алмайсыз. Біз сөйлесе аламыз және хат алмасу біздің чаттар тізімінде қалады. Егер сіз сұхбаттасушы контактілерге енгізгіңіз келсе, оның профиліне өтіп, контактіні қосу түймесін басыңыз. Көріп отырғанымыздай, оның аты өзгерді және қазір ол біздің байланыстарымызда. Хабарламаларды жеткізу, соңғы әрекет және онлайн күй. Telegram құпиялыққа қамқорлық жасайды. Сондықтан хабарлама сұхбаттасуға жеткізілуі мүмкін екенін көрсетпейді. Егер адресаттың интернетпен байланысы болмаса, онда сіз бұл туралы біле алмайсыз. Досымызға жазуға тырысайық. Хабарламаларда екі жеткізу мәртебесі бар. Бір құсбелгі хабарлама жіберілгенін және сервер оны алғанын білдіреді. Екі құсбелгі
адресат хабарламаны қарағанын білдіреді. Құпиялық параметрлерінде соңғы рет желіде болған кезді басқа пайдаланушыларға көруге тыйым салуға болады. Есіңізде болсын, әңгімелесуші сізді әлі де желіде көре алады. Сіздің атыңыздың жанында желіде жасыл түйме пайда болады. Мұнда көріп отырғанымыздай, осы сұхбаттасушының хабарламасын жеке чатта оқығаннан кейін 30 секунд ішінде жеке немесе топтық чатқа кез келген хабарлама жіберілді. Чатта жұмыс істеу тәсілдері. Көріп отырғанымыздай, біз сұхбаттасушымен әңгіме бастадық. Біз оған жаздық, ол бізге жауап қатты. Енді Телеграмның тағы қандай ерекшеліктері бар екенін көрейік. Біз жауап бере аламыз. Біз хабарламамызды өзгерте аламыз. Есіңізде болсын, бір құсбелгі хабарлама жеткізілгенін білдіреді, ал екеу әңгімелесушіміздің оны оқығанын. Мұнда біз хабарламаны өзгерте аламыз. Сонымен қатар, егер қате жазсақ, хабарламамызды түзете аламыз. Көріп отырғанымыздай, мәтінді көшіруге, хабарламамызды басқа адамдарға жіберуге, хабарламаны жоюға, немесе хабарларды бөлектеуге болады. Телеграмның ерекшелігі, сіз тек мәтінді файлдарды ғана жібере алмайсыз. Сонымен қатар, өз сезімдеріңізді бөлісе аласыз. Мұнда біз эмоджи мен жапсырмаларды жібере аламыз. Төменде микрофон белгісі бар. Егер біз микрофонды түртіп сөйлесетін болсақ, аудио хабарламалар жіберуге болады. Телеграмда құжаттарды, фотосуреттерді, бейне файлдарды жіберуге болады. Қағаз қыстырғышты басып, бізге қажет тиісті құжатты немесе файлды таңдаймыз. Мұнда көріп тұрғандай, біз бейнені жіберейін деп жатырмыз. Қол қоюға болады, немесе тағы бір файл қоссақ та жөн. Содан кейін жіберу түймесін басамыз. Группы, топтар. Жеделхаттарда бір және бірден бірнеше адаммен сөйлесу мүмкіндігі қарастырылған. Егер сіз жай ғана пайдаланушы атын бассаңыз, онда сіз чат режимінде бір-біріңізбен ғана сөйлесе аласыз. Басқа пайдаланушылар сіздің хат хабарларыңызды оқи алмайды және де әңгімеге қосыла алмайды. Көптеген адамдармен сөйлесу үшін топ құру керек. Ол үшін мәзірге өтіп, топ құру түймесін басыңыз. Мұнда сіз топ атауын таңдайсыз. Мысалы, жиналыс, собрание. Далее басамыз. Қатысушыларымызды таңдаймыз. Құру түймесін басамыз. Көріп отырғаныңыздай, біздің топ құрылды. Біз топ туралы ақпаратты көре аламыз. Жиналыс деп аталады. Онда 2 қатысушы бар. Сондай-ақ хабарландыруда өшіруге немесе қосуға болады. Осы құсбелгіні қолдана отырып, біз қатысушыларды да қоса аламыз. Арналар. Арналар бұл жаппай тарату рөлін атқаратын чаттар. Бұл сіздің сүйікті веб-сайтыңыз немесе көпшіліктің жаңартулары бар таспа болуы мүмкін. Кез келген танымал тұлғаның блогы, тақырыптық арналар Telegram үшін арнайы жасалады. Топтардан басты айырмашылығы сіз тек арнаны оқи аласыз. Әрине, егер сіз оның жасаушы болмасаңыз және ондағы жарияланымдарды басқа Telegram пайдаланушылармен бөліспесеңіз. Іздеу ерекшеліктері. Жалпы іздеуде тек қоғамдық арналар қолжетімді. Арналарды болжауды атау бойынша іздеу жолдары. Жаңалықтар порталын жазуға тырысайық. Zakon.kz. Көріп отырғандай, біз өз арнамызды тез таптық және жай ғана жазыла аламыз. Енді біз барлық жаңалықтарды жаңалықтар порталынан Телеграмда оқи аламыз. Хабарламаны өшіруге немесе қосуға болады. Мұнда біз тағы бір чат қосылғанын көре аламыз. Zakon.kz.
бұл біз қол қойған арна. Мұнда бізге сіз арнаға жазылдыңыз деген хабарлама бар. Арнаға жазылудың тағы бір тәсілі сілтеме болуы мүмкін. Біздің жиналыс тобында біздің досымыз арнаға сілтеме жасайды, және біз жай ғана сілтемеге кіреміз, және біз бұл арнаны коронавирус туралы екенін көреміз, және де жазыла аламыз. Хабарландыруларды өшіруге немесе керісінше қосуға болады. Боттар дегеніміз не? Телеграмның WhatsApp, Viber, Hangout сияқты басқа мессенджерлерден ерекшелігі боттардың болуы. Олардың көмегімен басқа адамдармен қарым-қатынасыңызды әртараптандыруға, әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдарының және де басқа ақпарат көздерінің жаңартуларын бақылауға, ойын ойнауға, күнделікті тапсырмаларды шешуге болады. Шын мәнінде сіз үшін бұл хабаршы пайдалы бағдарлама болуы мүмкін дегенді білдіреді. Тіпті егер сізде оны пайдаланатын бірде-бір таныс адам болмаса да. Шынында да таныс адамдармен сөйлесуден басқа Telegram кейде байланысқа қатысы жоқ пайдаланушылар үшін көптеген мүмкіндіктерді ұсынады. Сөздерді аудару үшін бот табуға тырысайық. Іздеу жүйесінде ботқа арналған кілт сөзін таңдаңыз. Қазақ тілінде аудармашы. Бастау түймесін басамыз. Орыс тілінде привет сөзін жазуға тырысайық. Аудармасы сәлем. Көріп отырғанымыздай, ол дұрыс аударған. Ал енді қазақ тілінде көрейік. Мысалы, заман деп жазып көрейік. Ол менің эпоха, эра, время ретінде аудармам екенін көрсетеді. Бот тексерістен өтіп, бәрі жақсы жұмыс істейтінін растады.